Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен өз огородымдағы, өз бау-бақшамдағы көкөністерімменен банка жабуды бөлісейін дедім, қалай жабатынымды. Мінекей, өзімнің есігімнің алдындағы огородымнан бәрін өз қолыммен теріп алам. Мінекей, помидорымды, қызыл бұрышымды бәрін теріп, және де өте дәмді болады. Мінекей, баклажан баялды өз қолыммен теріп, бәрін теріп аламын. Сөйтемді жуып шайып, мінекей бірінші помидордан бастайын. Помидорымды жаман нәрселерін алып тастап, бәрін турап, мінекей қазаныма саламын. От жағып, астына 2 сағаттай қайнатамын. Ол болғаннан кейін қатты ыстық болмаса болды. Мінекей, жылып та қапты. Енді осыны ыдысқа құйып аламын. Сөйтіп ыдысқа құйып алып, осылай шетінен ыдысқа құйып алып отырып, оның сөлін аламын. Мінекей, мынау картошка, сәбіз базарда сататын қызыл сеткаға мына нені жаңа қайнатпамды құямын. Құямын да оны әбден сығып, сөлін шығарамын. Әбден қысып, сөлін шығарып, яғни қабығы менен ішіндегі дәнінен тазартамын. Мінекей, осылай тастаймыз. Мінекей, осылай шетінен осылай тазалап алып отырамын. Мінекей, бәрі дайын болды. Өте әдемі, тамаша. Қараңыздаршы, не істесеңіздер де тәтті бола береді осы сөлменен. Енді ішіне салатындарым, мінекей, қызыл болгарскийімді, пияз қосамыз. Әркім әртүрлі формада турай берсе болады. Мен мысалы осындай формамен тураймын. Мінекей, баклажанымды бөлек газға қуырып аламын. Әркім өзі біледі, ірі қып турай ма, майда қып турай ма, осылай турап аламын. Енді дайын қазанға майды, сұйық майымызды құямыз. Сөйтемді пиязымды сарайғанша қуырып аламын. Біраз қуырғаннан кейін сәбізімді салып, және де бір 10 минуттай осылай қуырып аламын. 10 минуттай қуырып алғаннан кейін дайын сөлімді құямын. Мінекей, 10-15 минут қайнатам оны. 10-15 минуттай қайнатқаннан кейін мына болгарскийімді саламын. Болгарскийімді да 10-15 минуттай қайнатамын. Қайнатып, тұз себемін, сосын құм шекер салам кішкене, ұмытып кетіптім көрсетемін деп. Мінекей, одан кейін баклажанды салам. Өте дәмді болады. Өкінбейсіздер, жасаңыздар, істеңіздер. Мінекей, 10-15 минут уже не қылды, дайын болайын деп қалды. Мінекей, енді чесногымды қосамын. Мінекей, бір 5 минуттай қайнағаннан кейін дайын жуылған, тазартылған банкіме осылай құямын шетінен. Өте дәмді болады. Мінекей, тамаша, жасаңыздар, көріңіздер. Рахмет айтасыздар. Басқаша болады дәмі. Сау болыңыздар. Әлі талай әдемі салаттардан көрсетемін, неше түрлі. Мінекей, мынандай өте дәмді болады, өкінбейсіздер. Сау болыңыздар. Лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар, жақсыларым. Ас болсын.